Білесіздер ме? Бұл шамның оты не үшін сөнген? Себебі бұда оттегі жеткіліксіздігі пайда болды. Біздің ағзамызда оттегіге дәл осындай мұқтаж. Бір тыныс алғанда 1 килограмм салмаққа 5-7 мл көлемінде ауа қажет. Қалып жағдайда менің 70 килограмм салмағыма бір тыныс алғанда 350-490 мл көлемінде ауа жұтамын. Оның 20%-ын ми пайдаланады. Сондықтан бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесіне жататын мүшелер ол бізде мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек және жұп мүше, өкпе. Өкпенің ішінде бронхиолалар, альвеолалар жатады. Тағы бізде тыныс алуға қатысатын бұлшықеттеріміз ол бізде диафрагма немесе қазақша көкет бұлшықеті. Одан кейін қабырға аралық бұлшықеттер және қабырға ішілік бұлшықеттер қатысады. Одан басқа бізде өкпенің сыртында париеталды және висцералды жапырақшалары болады. Оларда тыныс алу жүйесіне қатысады. Ендігі кезекте тыныс алу мүшелеріне жеке-жеке тоқталып кетейік. Бірінші ол мұрын қуысы. Мұрын қуысында біз 3 жолды ажыратамыз, яғни жоғарғы, ортаңғы және төменгі мұрын жолдары. Жоғарғы мұрын жолы ол бізде иіс сезу қызметін атқарады, яғни иіс сезу аймағы болады. Ортаңғы және төменгі мұрын жолында бізде ауа өткізу жолдары деп атаймыз. Ол бізде ауаны жылыту, ылғалдандыру және шаң тозаңнан тазарту қызметін атқарады. Енді мұрынның қызметтеріне жеке-жеке тоқталып кетейік. Біріншіден, кірпікшелі эпителиймен қапталған мұрын жолдары. Оның кірпікшелері тұтас көлемше түзіп, оған шаң тозаң шөгіп қалады. Кірпікшелердің толқынды жыбырлауы нәтижесінде шөккен шаң тозаң мұрын қуысынан шығарылады. Екіншіден, мұрын қуысының шышты қабатында шышты бездер орналасқан. Олардың шығаратын секреттері шаң тозаңды орап, оның шығарылуына жағдай жасайды. Сондай-ақ ауаны ылғалдандырады. Үшінші қызметі ол мұрын қуысының ортаңғы және төменгі жолдарында веналар орналасқан болып келеді. Бұл веналар ауаны жылыту қызметін атқарады. Мұрын жанындағы қойналар. Ауаны желдетуге қосымша тетік қызметін атқарады. Олар да мұрынның шырышты қабығының тікелей жалғасы болып табылады және шырышты қабығымен астарланған. Жұтатын ауаның жақсы өңделуін қамтамасыз етеді және мұрын қуысындағы ауаның еркін айналуына жағдай жасайды. Тыныс алу жүйесінің келесі мүшесі бұл жұтқыншақ. Жұтқыншақ мұрын мен ауызды және өңеш пен көмейді байланыстырушы мүше болып табылады. Жұтқыншақтың 3 бөлімін ажыратамыз: мұрындық, ауыздық және көмейлік бөлімі. Жұтқыншақтың қызметі ауаны өткізу және тамақтану қызметі, яғни жұтыну қызметі. Жұтынған кезде көмекей қақпақшасы жабылады. Егер адам тамақтану кезінде сөйлейтін болса, тағамдық бөлшектер көмейге еніп, адам шашалып қалуы мүмкін. Бұл суретте адамның көмекей қақпақшасы көрсетілген. Тыныс алу жүйесінің келесі мүшесі бұл көмей. Көмей тамаша музыка аспабы сияқты. Көмей арқылы шығатын ауа дауыс байламдарын тербелтіп, соның нәтижесінде дыбыс пайда болады. Мұна көрсетілген суреттерде адамның көмей мүшесі бейнеленген.
тыныс алу жүйесінің келесі мүшесі бұл кеңірдек. Кеңірдектің ұзындығы 9-11 см, диаметрі 1,5-1,8 см. Бұның қабырғасында 15-20 шақты толық емес жарты ай тәрізді фиброзды сақиналар орналасқан. Артқы қабырғасының шемішекті болмау себебі көлденең және бойлық бұлшықеттерден тұрады. Бұлар үжітілгенде және тыныс алғанда белсенді қозғалысты қамтамасыз етеді. Тыныс алу жүйесінің келесі мүшесі бұл бронх. Бронх екіге бөлінеді. Бөлінетін жерін бифуркация деп атайды. Ол оң жақ бронх және сол жақ бронх болып екіге бөлінеді. Оң жақ бронх диаметрі сол жақ бронхтың диаметрінен үлкен. Оң жақ бронхты кеңірдектің жалғасы ретінде қарастырады. Сол жақ бронх тік бұрыш жасап кетеді және оң жақ бронхқа қарағанда ұзын. 9-12 шеміршекті сақиналардан тұрады, ал оң жақ бронх 6-8 шеміршекті сақинадан тұрады. Бронхтардың диаметріне байланысты оларды үшке бөліп қарастырады: ірі, орта және ұсақ калибрлі. Бронхтар 15-16 бөліністерден кейін альвеолалар пайда болады. Бронхтардың бөлінісі 23-ге дейін барады. Ендігі кезекте альвеолалар қарастырып кетейік. Альвеолалар саны 300-350 миллионға дейін жетеді. Көлемі тыныс шығарған кезде 35 метр квадрат, ал тыныс алған кезде 100 метр квадратқа жетеді. Альвеолалар арқылы газ алмасу жүреді. Яғни альвеоладан қанға оттегі, ал қаннан альвеолаға көмірқышқыл газы ауысады. Альвеолаларда бұлшықет болмайды. Сол себепті олар өздігінен жиырылып босаңси алмайды. Сондықтан біздің тыныс алуымызға плевра қабаты, кеуделік бұлшықеттер, оның ішінде қабырға ішілік және қабырға аралық бұлшықеттеріміз және ең маңызды бұлшықетіміз ол диафрагма, немесе қазақша атауы көкек бұлшықетіміз тыныс алуға қатысады. Біз сіздерге диафрагманың қызметін Дондерс моделі арқылы көрсетеміз. Қолымдағы затты Дондерс моделі деп қарастырамыз. Бұның төменде орналасқан шарды диафрагма, ал ішіндегі шарды өкпе деп қарастырамыз. Диафрагманың төмен түсуі арқылы өкпе ауаға толады, ал диафрагманың жоғары көтерілуі арқылы өкпеден ауа шығарылады. Осы секілді біздің тыныс алу жүйеміз қызмет атқарады. Арнамызға тіркеліп кетіңіздер.